Облыстағы мектепке дейінгі білім орындары 5083 бүлдіршінді шығарып салды. Оның тең жартысына жуығы ақтаулық балғындар. 6-ға толып ақыл тоқтатқан түлектер алдағы күзде мектеп табалдырығын аттамақ. Барлығы дерлік балабақшада не үйренгенін көрсетіп, ата-ана алдында есеп берді. Тәрбиешілеріне алғыс айтып, балабақшамен қимай қоштасты. Қызыл телпектің себетінде әжесіне арналған бәліш емес, әліпбидегі 42 әріп болып шықты. Бүлдіршіндер оларды бір-бірден алып сөз құрап жатыр. Ата-ананың жүзі бақыттан балбыл жанады. Балабақша ұжымы да осында. Түлектерге қарап тәрбиешілердің жұмысын бағалап отыр. Ертеңгіліктің алдынан өзіміздің педкеңесіміз өтті. Сонда мына биылғы мектепке кетіп бара жатырған балалардың деңгейін мониторинг ретінде көрдік. Соны салып тастырып енді қарадық. Былтырғы жылға қарағанда 5-6% жоғарыға көтерілген. Әкелер мен қыздардың биі онсыз да толқып отырған жүректердің қағысын жиілетіп, жанарларға жас үйірді. Дәл қазір қай-қайсысы да баласының болашағын ойлап отыр. Көпшіліктің көкейінде де бір тілек. Бақшадан шығып, мектепке қадам басып атқан балдардың тек жолдары ашық болсын, талаптары оң болсын, дендері сау болсын, үлкен биіктерден көруге жазсын дейміз. Тәрбиешілері, директоры бәріне ризамын. Мен балам осы балабақшада жақсы тәрбие алды деп үміттенемін. Бұл балалар жалқау бекте емес, таза жүреді, ойнайды, күледі. Бірі жауқазын болып жайқалса, енді бірі өзбектің әуеніне бұрала билеп тамсандырады. Ең бастысы олар 3 тілде сөйлейді. Қалам ұстауды үйреніп, сандарды танып алдым. Міне, сөмкелерінде өздері жинап жатыр. Онда оқу құралдар ғана салынды. Балғындар білет, ол жерде ойыншыққа орын жоқ. Жұдырықтарындай ғана жүректердің белгісі болған бұл шарлар балдырғандардың сезімін алысқа алып ұшқысы келетіндей. Сағира Өтепқызы, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.